Жай бөлшектердің негізгі қасиеті жай бөлшектерді қысқарту. Егер бөлшектің алымында бөлімінде бірдей натурал санға көбейтсек немесе бөлсек, онда оған тең бөлшек алынады. Бұл бөлшектің негізгі қасиеті. Мысал ретінде қарастырайық. 2 бөлінген 3 деген бөлшекті алсақ, бұл бөлшектің алымында бөлімінде бірдей сандарға көбейтуге болады. Мысалға 3 көбейтілген 3, 2 көбейтілген 3. Немесе бұл 6 бөлінген 9 деген санға тең болады. Басқа сөзбен айтқанда айталық пиццаның егерде сіздер 3-тен 3-ке бөліп 2 бөлігін ғана жеп қойсаңыздар, ол тура сондай тең болады. Тура сондай пиццаны 9 бірдей бөлікке бөліп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 бірдей бөлікке бөліп, осы 9 бөліктің 6 бөлігін жеп қойғанға пара-пар болғанымен. Бөлшектерді қысқарту. Бөлшектің алымында бөлімінде олардың ортақ бөлгішіне бірден өзге бөлуді бөлшекті қысқарту деп атайды. Бөлшектің қысқарту тәсілдері мысал ретінде қарастырайық. 6 бөлінген 15. Бұл жерде ең алдымен жіктеп алу керек. 15 дегеніміз 3 көбейтілген 5-ке тең болады. 6 дегеніміз 2 көбейтілген 3-ке тең болады. Енді бірдей сандарды бөлшектің алымы мен бөлімінде қысқартамыз. Не болмаса бұл 2 бөлінген 5-ке тең болады. Екінші есепті өздеріңіз шығарыңыздар, мен үшінші есепті шығарайын. Үшінші есепті шығару үшін ең алдымен 60-ты жіктеймін. 60-ты 2-ке бөлсек 30, 30-ды 2-ке бөлсек бұл тең болады 15, 15-ті 3-ке бөлемін 5 қалады. Сонда 60 дегеніміз ол 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5. Енді 225-ті тура солай жіктеп шығайын. 225-ті жіктесем, ең алдымен ол 5-ке бөлінеді. 225 бөлеміз 5-ке. Бұл тең болады 4, 20, 25. Не болмаса 45. 45 қалады. Енді 45-ті 5-ке бөлемін. Бұл тең болады 15. Бұл тең болады 9. 9-ды енді 3-ке бөлемін. Бұл тең болады 3. Сонда 225-ті жіктелінеді. 5 көбейтілген 5 көбейтілген 3 көбейтілген 3. Енді бірдей сандарды қысқартайын. 5 пен 5 қысқарады. 3 пен 3 қысқарады. Қалған сандар қысқарылмайды. Сонда алымында 4 қалады, 2 көбейтілген 2, бөлімінде 15 қалады. Бөлшекті қысқарту. Бөлшекті қысқартуға болатын ең үлкен сан оның алым мен бөлімнің ең үлкен ортақ бөлшісі болады. Осыған дейін өттік. Қысқартылмайтын бөлшектер. Алым мен бөлімі өзара жай сандар болатын бөлшектер қысқартылмайтын бөлшектер деп аталынады. Жай бөлшекті қысқарту. Мына жерде сәл-сәл пробелдерді ұмытып кетіпті. Бірінші есеп мынау, екінші есеп мынау, үшінші есеп мынау, төртінші есеп мынау, бесінші есеп мынау. Мен ең алдымен бірінші, екінші есепті өздеріңізге қалдырайын да үшінші есепті шығарайын. 8 көбейтілген 5, алымда 15 көбейтілген 2. Енді жіктейін. 8-ді 2 көбейтілген 4 көбейтілген 5 деп жіктеуге болады. Алымы өзгертілген жоқ. 2 көбейтілген 4 ол 8-ге тең. 15 дегеніміз ол 3 көбейтілген 5 көбейтілген 2. Енді бірдей сандарды қысқартайық. 2 мен 2 қысқарады, 5 пен 5 қысқарады. 4 бөлінген 3. Енді балалар, бір затты айтып кетейін оқушылар. Бөлшектің алым мен бөлімін қысқартқан кезде ол жерде тек қана көбейту болуға тиіс. Айталық 25 көбейтілген 5 бөлімінде 4 көбейтілген 5. Бұл бөлшек қысқарады. Мына бөлшекте қосу немесе алу болса, ондай бөлшектерде қысқартуға болмайды. Айталық 25 көбейтілген 5 қосу 4 бөлінген 125 көбейтілген 5. Бұндай бөлшекті қысқартуға болмайды. Осыны естеріңізге салып қойыңыздар. Екінші мысал. Абай 10 сағат істеді, ал Ғабит 15 сағат істеді.
жұмыстың қандай бөлігін Абай, қандай бөлігін Сәбит істеді. Сонда барлығы қанша сағат істеді? 10 қосу 15. Барлығы 25 сағат істеді. Енді Абай қанша бөлігін істеді? 10 бөлінген 25 бөлігін Абай істеді. Абай деп жазып қояйын. Абай 10 бөлінген 25. Не болмаса бұл қысқартылады. 10 дегеніміз 2 көбейтілген 5. 25 дегеніміз 5 көбейтілген 5. Не болмаса 2 бөлінген 5 бөлігін Абай істеді. Ал Ғабит қанша жұмыс істеді? Оны өздеріңіз шығарып көріңіздер. Мына жерге Ғабит деп жазасыздар. Ғабит тең болады 15 бөлінген 25. Ары қарай бөлшекті өздеріңіз қысқартыңыздар. Енді бөлшекті қысқартыңыздар. Мына жерде көріп тұрсыздар. Пробел сәл-сәл қойылмапты. Екінші есепті қысқартуға болады. 18 көбейтілген 28 бөлінген 14 көбейтілген 45. Бұны кәдімгідей қысқарта бересіздер. Және үшіншісінде кәдімгідей. Мен біріншісін шығарайын, сіздер төртіншісін шығарыңыздар. 35 қосылған 14 бөлінген 77 алынған 21. Бұны қысқартпастан бұрын ең алдымен қосып алып аламыз. 35 қосу 14 дегеніміз, бұл дегеніміз 49. 77 азайтқан 21 дегеніміз, бұл 59. Ой, 56-ға тең болады. Енді жіктейік. 49 дегеніміз, ол 7 көбейтілген 7. 56 дегеніміз, бұл дегеніміз 7 көбейтілген 8. Не болмаса 7 мен 7 қысқарады. 7 бөлінген 8 қалады. Бақылау сұрақтары. Жай бөлшектердің негізгі қасиеттері қандай? Жай бөлшектерді қысқарту қалай жүреді? Қысқартылмайтын бөлшектер ол қандай бөлшектер?